Құдайбергенұлы. Хайуан мен ақымақтар. Бір Құдай неше түрлі жан жаратты, не үлкен, не кішкентай тән жаратты. Керексіз жансыз нәрсе жаратқан жоқ, есепсіз қанша мың мен сан жаратты. Бұл сөзге біреу мәңгір, біреу нанды, ақылмен бірге адам әбден қанды. Жел мен су, тас, топырақ, шөп пен ағаш, ғаламда не бар болса бәрі жанды. Өледі кейбіреуі қаза жетіп, кесесің, бүлдіресің бір нәрсетіп, о да өлі, бұ да өлі, адыраймай. Ғаламда не бар болса бәрі жанды. Қарасаң көрінбей ме таста қына, оны күн сөйтіп қойды ойлады ана. Шөп қураса тамыры құрамайды, сондайлармен дүниенің бәрін сына. Бірақ жанның әлдісі бар, әлсізі бар, кейі дәнді, кейінің дәнсізі бар. Дәндісінде өсім бар, үлкеймек бар, оның да дәмдісі бар, дәмсізі бар. Өсімді ең күшті жан адам да тұр, алдында жақсы да тұр, жаман да тұр. Өзгенің бәрі жалғыз адам үшін жаралып орын-орнымен ғаламда тұр.